Қайырлы күн, сіздермен күшті болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Алдымен бір лимонның қабығын терканың майда жағынан өткізіп алуымыз керек. Жұмыртқаға қантты қосып, миксермен шамамен 5-7 минуттай пышный болып көтерілгенше араластырамыз. Пирогқа қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қойдым. Міндетті түрде еліктен өткізілген ұнды қосамыз, сол кезде пирог пышный, нежный болып күшті болып шығады. Енді үстіне бірден разрыхлитель, теркадан өткізілген лимонның қабығы және де сүт, сұйық майды құйып, миксермен силиконды лопаткамен немесе қасықпен араластырып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Творогтың үстіне қант, жұмыртқа және де крахмалды салып блендермен езіп аламыз. Егер де масса тым қою болып жатса, үстіне кішкене ғана сүт қосып жіберсеңіздер, жақсы араласатын болады. Блендер болмаса, вилкамен араластырып алыңыз. Творогтан жасалған массаны осындай кондитерлік мешокқа салып алдым. Егер де бұндай мешок болмаса, кәдімгі целлофанға салсаңыздар да болады. Қамырды формаға құямыз. Міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер, немесе сары май жақсаңыздар, жабыспайтын болады. Дәл мұндай формада пісіру міндетті емес, дөңгелек формаға да пісірсеңіздер болады. Енді үстіне творогтан жасалған начинканы видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Пирог дайын болды, достар. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Пирог өте дәмді, сондай нежный, воздушный болып шығады. Сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Рахмет.